Құрметті қазақ елі, менің атым Бауке Манатов. Бүгін эфирге шығып сіздермен тағы бір жақсы бір жаңалықты бөліскелі отырмын. Алғашында Қазақстанда жалғыз А4 шығаратын завод, А4 форматтағы қағаз шығаратын және оны сататын адам ретінде көпшілік таниды, әсіресе оптовиктер. Одан кейін біз ол жұмысты тоқтап, мынау технический конопля егуге кірістік. Қазақстанда жалғыз технический конопля егетін, өсіретін және оны первичный переработка жасайтын сондай компания ретінде білесіздер. YouTube арнада, Instagram арнамда сол конопляның шығатын өнімдерін көрсетіп, дәріптеп, сонымен айналысуға болады. Осындай нәрселерді істеуге болады деп барлық материалдар жариялап, көпшілікке көрсетіп жүрмін. Сонымен қатар бүгін тағы бір кішкентай жетістік болып тұр. Олдай бір жетістік тек біздікі емес, біз осы конопля өнімдерін ғана, технический конопля өнімдерін ғана өсіріп, егіп, оны жалпы елге таратып, көрсетіп жатқанымыз болмаса, видеороликтерде шығарылатын өнімдерін. Бүгін Түркия мемлекетінен бізге мынандай бір продукция келді. Бұл продукцияда мына жерде көре білсеңіздер, егер міне қазір мына Кенивер деген жазу бар. Егер көріп тұрсаңыздар, көрінетін болса, осы Кенивер деген жазуы, бұл Кенивер деген сөздің мағынасы не ғой? Конопля деген сөз. Бұның құрамына технический конопля құрамына енгізілген, одан бөлек барлық алоэ вера сияқты әртүрлі шөп өнімдері бар. Осы шөп өнімдерінен бөлек конопляның құрамы бар екен. Бұның ішінде біз жаңа өзім ашып көрдім. Ішінде мынандай 2 пакетик болады. Мынандай толық жабылған. Көріп отырсыздар. Енді толық жабылған. Мынаны мен ашқанмын. Ашып, бұны өзім тексеріп көрдім, қаншалықты не екен, тиімді екен адамдарға. Бұл лейкопластыр. Иісін иіскеп көрсеңіздер, табиғи әртүрлі шөптердің иісі бар. Приятный иіс дейді ғой. Кішкентай бөлігі қалғаны, бұл өзім буындарыма, барлық жеріме жабыстырып көрдім. Бұл лейкопластырдың ерекшелігі коноплядағы бар құрамы бар конопляның әсер ететіндей нәтижелерді көрсете алады. Яғни ол қандай нәтижелер? Бұл нәтижелер бірінші кезекте буын аурулары, радикулит аурулары тез жазады. Одан бөлек бір жерден жығылып құласаңыз, сүрінсеңіз, немесе мына денеңізде бір жерде сырып жүріп кеткен болса, онда ешқандай дәрі, еш нәрсесіз өздігінен жазып жіберетін қасиеті бар. Шөп дәрілердің құрамында несі бар? Концентраттары бар. Сол жаңағы шөп дәрілердің біріккен несі, құрамасы осы лейкопластырдың ішінде. Сатып алғаннан кейін көре жатасыздар несін, пайдасын. Сосын жаңа сырылып, жырылып, қанап кеткен жерлеріңізге жай ғана жабыстырып қоясыз. Жабыстырып қойғаннан кейін өзі жазылады, көмектеседі жазылуға. Одан бөлек буындарға жабыстырасыздар. Оның қалай екен инструкциясының барлығын мен көрсетіп қоямын. YouTube арнамда, Instagram арнамда көрсетіп қоямын. Осыны дәріптеп отырмын. Бұл адам денесіне жабыстырғаннан кейін теріге кем дегенде бір 3 күн жабысып тұрған дұрыс. Сосын жай қарапайым басқа да лейкопластырлар ұқсап не қылмайды, ажырап, түсіп кетіп жатпайды. Өте бір жақсы ғылыми технологияның несі, жетістігі. 100% мені натурал деп жазып қойған. Және бұл 100% натурал, бұл өтірік емес, бұл рас әңгіме. Толық 100% натурал.
жаңағы шөп дәрілердің құрамы. Қазіргі кезде бұның сертификаттары барлығы түгел бар. Қаласаңыздар, мен автобектерге де беруге дайынмын. Сосын жеке сатып алам деушілер де болса болады. Тек қазіргі кезде мына бастамашыл кезімізде мен өзім тек тапсырыстар ғана жинап жатырмын. Тапсырыс кем дегенде бір осындайдан бір где-то 10 упаковка заказ беруіміз керек. Келетін уақыты 2 аптаның іші. Ол Түркия елінен келеді бізге. Сосын қолдарыңызға тікелей ала бересіздер. Бұл ақшасы жағына келсек, алдын ала төлеп 10 адамға 10 упаковкаға толған кезде біз сразу заказ беріп алдырып сіздерге беріп отырамыз. Қазірге солай, мынау не бойынша, тапсырыстар бойынша. Енді бекерден бекерге мен бұны сіздерге предлагать етіп отқан жоқпын. Себебі мен өзім осы технический конопляның пайдасы бар. Осы технический конопля адам денсаулығына да және одан түрлі 25 мыңға жуық түрлі өнім алуға болатындығын әбден айтқанмын. Енді осылай тікелей эфирге шығып, эфирде айтып жүрмесем де, сондай осы жайлы технический конопля өнімдері жайлы материалдарды видео түрінде және жазба түрінде Facebook'ta, Instagram'da және YouTube арналарымда сіздердің барлықтарыңызға көрсетіп айтып жүрдім. Бұдан бөлек тағы бір жетістігіміз бар. Ол жақын күнде, осы 1-2 күндікте ол да Құдай қаласа дайын болады. Ол конопляның арнайы таза майы. Бізде енді Қазақстанда оның барлығын жасап дайындап шығара алмаймыз. Ондай мүмкіндік жоқ. Бірақ зерделеу жұмыстарына қатыса аламыз. Ол жағына Құдайға шүкір. Сөйтіп шетелдік үлкен компанияларда біз осының бәрін жасап шығамыз көбіне. Осындай бір жаңалықтарымыз болып жатыр. Осы товарды сатып алыңыздар, тапсырып беріңіздер сенімменен. Мен сіздерге 100% осы товарды жеткізіп беруге Түркия елінен дайынмын, әзірмін. Нәтижесін көріп болғаннан кейін астында комментарийге жазып сөйтіңіздер. Сосын осы каналымызға да тіркеліңіздер. Каналымызда да көптеген адамдар тіркеліп, көптеген лайктар басып жатсаңыздар, онда Қазақстанда көп адамдар біле, естіп, көреді деген сөз. Әзірдің өзінде Қазақстанда технический конопляны айналысатын адам және сондай компания бар екенін көп адамдар біле бермейді. Оны түсіндім мен. Себебі менің каналымда көп адам таратып, не қылып жатқан құлшыныстар жоқ. Оған бірден бір себеп ол жердегі өнімдердің көп қызықтырмағандығы ма, әлде менің мынау шығарған видеоларымның оншалықты бір қызықты етіп шығара алмағандығымда ма, ол жағын әлі білмеймін. Ендігі жерде мен осы тікелей эфирге шығып сіздермен тікелей қатынаста болып отыратындығым осылай шештік. Тікелей қатынаста болып отырам сіздермен тікелей эфирде. Сіздерге рахмет көптен көп. Осы Максивел деген осындай бір неміз бар. Продукция. Құрамында конопля және басқа да шөп өнімдері бар. Сертификатты өнімдерін несінен көріп оқи білесіздер, Құдай қаласа. Тапсырыс берсеңіздер, жеткізіп береміз. Телефон нөмірім барлық каналдарда жазылып тұр. Звондаңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Егер звондаған кезде сәл бос болмай, телефон ала алмай қалған болсам, кешіріңіздер, жазып жіберсеңіздер, мен WhatsApp деген немесе жекелеріме жазсаңыздар, жауап берем барлықтарыңызға. Жалпы осындай. Қазақ ел аман болсын, елімізде жақсылық болсын, іскер, кәсіпкер жандар көп болсын.